Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Қазақ тілін аяқ асты таптаған, намысымызды таптаған мына Магнум супермаркетіне бойкотты жалғастырайық. Магнум ішінде адамдар жүр екен ау деп сіздер де ала бермеңіздер. Ол бір мәңгүрттер алып жүрген шығар, аз ғана. Жалпы сіздер оданша кіші дүкендерден барып сауда жасасаңыздар, жай халықты қолдайсыздар. Көп елдерде, шет елдерде бұндай үлкен супермаркеттер жаңағында сетевой жоқ. Өйткені мынау монополизация, глобализация дегенге көп ел қарсы. Ол сет қып ашып тастаған қаншама қалаларда ол ақшаның бәрі бір адамға түсіп жатыр. Бүкіл байлық пайда. Ал жай халықтар егер кіші дүкенге барып сауда жасасаңыздар, жай халықты қолдайсыздар. Жай халықта кішкене күн көру керек, аяғына тұру керек. Бәріміз тек қана супермаркеттерген барып ала берсек, онда біз тек сол байлар ғана қолдай береміз, солардың саудаларын. Жай кіші халықтың да, қарапайым адамдардың да саудаларын қолдау үшін солардың дүкендерінен барып сауда жасаған жақсы. Сондықтан бойкотты тоқтатпайық, жалғастырайық. Алға қазақ елі, алға қазақ тілі үшін, қазақтың болашағы үшін күресейік. Тіл болмай, ел болмаймыз, тіл болмай, мемлекет болмаймыз. Жалпы Магнум жабыла қоймайды. Оны жабу оңай емес, оларда ақша жетеді. Бұл жерде Магнумды жабу емес, бұл жерде біздің намысымызды қорғау, өзімізді көрсету, бірлігімізді көрсету. Және келешекте біз үлкен осындай супермаркетте отырған байларды қолдағанша, кіші дүкендерден барып сауда жасап, жай халықты қолдайық.